Сәлем достар, бүгін сіздерге таңғы асқа 5 минутта дайын болатын сигария бөлекті дайындайтын боламын. Ол өте дәмді, ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен бізге қамыры дайын қамыр болғаны жақсы. Менде слоеный тесто, сіздер лаваштан жасалатын тестамен де дайындауға болады. Мен тестамды бірінші жақсылап жұп-жұқа етіп жайып аламын. Өте жұп-жұқа етіп жаю қажет. Біздің қамырымыз дайын. Осылай астынан ұстап көтерген кезде біздің алақанымыз көрініп тұру қажет. Сол кезде өте жұқа болып жайылады. Оған дейін біз сырымызды кесіп дайындап аламыз. Ірімшіктерімізді ұзынша етіп турап аламыз. Қамырларымызды үш-бұрышты етіп, ұзынан төмен қарай кесіп алатын боламыз. Барлығын солай кесеміз. Ал енді оның арасына сырымызды қойып, дөңгелетіп шығатын боламыз. Біздің қамырымыздың ұшын осылай кішкене жабыстырып қойғандарымыз дұрыс. Өйтпесе қорған кезде ашылып кетуі мүмкін. Енді достар, барлық тестаны осылай дайындап аламыз. Міне біздің сигария бөлектеріміз дайын. Енді бір тарелкеге бір жұмыртқаны жарып, оның үстіне шым-шым тұз салып, шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте табамызды қыздырып аламыз. Үстінен майды құямыз. Майды қатты құюдың қажеті жоқ. Кішкене ғана табаның ұшымен ғана болса жеткілікті. Енді жаңағы біздің сигария бөлектерімізді жұмыртқаға аунатып, 1-2-3 секундтай қуырып аламыз. Міне достар, біздің таңғы асымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Менің арнама тіркеліп, достарыңызға жіберіп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.